Дилазар сериалы хакында айттыңыз. Дилазар сериалы да бұл екінші маусымы. Бұл сериалда жаман рөл атқардым. Жаббар деген қаһарманым. Ұнамсыз образ. Дұрыс айтасыз. Бұл инсан түрмеге түсіп кетеді, түрмеден шығып өш аламан, міне сондай жүрегінде дәрті бар инсанның өмірі. Енді ұнамсыз деп айтуға болмайды, өзіне жараса оның бір көрген қиыншылықтары бар. Бұл сериалға келуімнің себепшісі режиссер Музафар Карабаев. Сонда айтқан бір пікірі мені жіде қуанама сол пікірге. Арман, сен Ташкентке келгеннен кейін көрінеті ойнамаса бір отыратын ұлмалық рөлді ойнама. Сен халықтың назарында қалатын, сондай ітібарында қалатын, бір ойында қалатын рөлді мен саған бермекшімін, сол рөлде ойна деп. Сол жаңа айтқанымдай ұнамсыз қаһарман болса да, мен үшін бұл үлкен тәжірибе болды. Себебі түрмедегі сахналары бар, онан шыққаннан кейін сол төбелесетін сахналары бар, ататұғын жерлері бар. Өзіме жаңа айттым ғой сізге, криминал жанрды көбірек жақсы көремін деп. Сондай рөлді атқардым, әлбетте сенім білдіріп, қолдап қуатлаған инсанлардан мен мінетдармын. Себебі сол фильмге шақырып, соны атқар, сериалға шақырып, сол рөлді сен ойна дегеннің өзі біз үшін, мен үшін үлкен ітібар, үлкен мотивация.